Тыныс алу туралы қызықты ертегі. Құрастырған ақ биология пәнінің мұғалімі Қалмұратова Жанар. Баяғыда бір орманда екі ерекше патшалық орналасқан еді. Біріншісінің аэроптар патшалығы, екіншісінің анаэроптар патшалығы. Бұл екі патшалықтың тұрғындары бір-біріне ұқсамайтын ерекше тіршілік әдістеріне ие болатын. Аэроптар патшалығы таза ауаға, әсіресе оттегіне тәуелді еді. Олар күн сайын ормандағы терең тылыс алып, оттегін өңдеп өмірлерін сүріп жатты. Аэроптар патшалығының тұрғындары үшін оттегі маңызды, тіпті барлық тіршілік процестерінің басты көзі болды. Оларсыз қозғалу, энергия алу мүмкін емес еді. Аэроптар көк аспан астында еркін өмір сүріп, оттегінің арқасында өздерін керемет сезінетін. Өз кезегінде анаэроптар патшалығының тіршілігі мүлде басқа болатын. Анаэроптар оттегін қажет етпеді. Керісінше, олар үшін оттегі зиянды да болуы мүмкін еді. Анаэроптар ауа жетпейтін, оттегі аз немесе мүлдем жоқ жерлерді ұнатады. Ондай сиқырлы қараңғы мекендеріне олардың нағыз үйі еді. Бір күні орман жүрегінде екі патшалықтың тұрғындары жолығып қалды. Олар бір-бірінің ерекше тіршілігіне таңырқап, ұзақ әңгіме бастады. Біз оттегінсіз өмір сүре алмаймыз. Оттегі бізге күш береді, жүрісімізді жеңілдемеді, жанымызды сергітеді. Ал біз үшін оттегі сыруны у секілді. Біз қараңғы, тыныш мекенде өз әдісімізбен қуат жинаймыз. Сол кезде екі патшалықтың патшалары өз халқына жиын жариялады. Әркім өз табиғатына сай өмір сүргенде ғана шындамайды. Біз бір-бірімізді түсінуге тиіспіз. Егер біз өзгелердің ерекшелігін бағаламасақ, тұтас әлеміміз әлсірейді. Біз ешқандай ауа болмаса да өмір сүре аламыз. Бұл біздің табиғаттың тылсымынан алған сыйымыз. Екі халық бір-біріне жақындап, өзара түсіністікке келді. Аэроптар өздерінің оттегіден алатын қуатын әңгімеледі. Анаэроптар өздерінің тылсым тәсілдерін көрсетті. Екі халық бір-біріне жақындап, өзара түсіністікке келді. Бұлайша айтқанда, әр ағза өзіне қолайлы ортада тіршілік еткенде ғана табиғат тепе-теңдігі сақталады. Әр тіршілік иесінің өз жолы, өз тынысы бар. Ертегі аяқталды. Назарларыңызға рахмет.